Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге тіс ауырғанда үй жағдайында не істеуге болатындығы туралы айтып кетемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Біздің тісіміз көбіне кешке қарай немесе дәрігерге бару мүмкіндігі болмай қалған жағдайда ауыра бастайды. Сол кезде тіс ауруын жеңілдету жолдарын айтып кетейін. Тіс ауруына қарсы сарымсақ, пияз және тұз көмектеседі. Бұл тағамдарды уатып тіске басу арқылы аурудан арыла аламыз. Бұл сарымсақтың үйдегі қарапайым ингредиент болып табылады. Кейбір адамдар оны тіс шиегін және тіс ауруын азайту үшін қолданады. Сарымсақтың негізгі компоненті болып табылатын алецитиннің күші антибактериалды әсері бар. Және бұл тіс шиегі мен тістің ауруын шақыратын бактерияларды жоюға көмектеседі. Бұл екінші тәсіліміз: 1 стакан жылы суға 1 шай қасық тұз және 5 тамшы йод қосасыз. Тұз ерігенше жақсылап араластырып, аузымызды шаямыз. Бұны күніне 3 рет қайталасаңыз болады. Сонымен қатар тісіміз ауырғанда бас бармақпен сұқ саусақтың сүйектері кездесетін жерге массаж жасау көмектеседі. Массажды тіс ауру аймағына қарама-қарсы саусақпен жасағаныңыз жөн. Және оны 5-7 минут жасасақ жеткілікті. Ауырып ем іздегеннен гөрі ауырмайтын жол іздегеніміз әлде қайда тиімді. Бүгінде тіс пасталары туралы оның керемет жарнамаларын көп көреміз. Және тіс пастасын таңдауымызда қиынға соғып жатады. Бірақ күнде міндетті түрде кем дегенде 1 рет тісімізді шаюымыз, яғни пастамен жууымыз керек. Ең бастысы тамақ ішкеннен соң міндетті түрде тісіңізді жылы сумен шайып отырыңыз. Және жатарда тұзды немесе жылы сумен шайып жатсаңыз да болады. Осыған қоса тіске массаж жасау өте тиімді. Тісіміз ауырғанда бұны пайдалануымызға болады. Бірақ міндетті түрде тіс дәрігеріне барып қаралып ем қабылдауымыз керек. Тыңдағандарыңызға рахмет.